Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Бекзат ағай. Бүгін органика есептерін шығаратын боламыз. В деңгейін. Я? Видеоны қарамастан бұрын каналға лайк басып тіркеп кетіңіз. Күшті болар еді. Кеттік. 10 литр этилен, пропан мен этилен қоспасына 10 литр сутек газын қосып катализатор қатысында әрекеттестірген. Реакциядан кейінгі жалпы газ көлемі 16 литр болған. Бастапқы көмірсутектер қоспасындағы пропанның көлемдік үлесін есептеңіз. Так, бізде пропан бар 10 литр. И этилен бар. С2H4. Осы екеуінің қоспасы бар дейді. Ол бізде қанша литр дейді? 10 литр дейді. Енді осыған екеуіне сутекпен әрекеттестірген дейді. Так, пропан бізде қаныққан, яғни ол қосылу реакциясына түспейді. Яғни түседі бізде тек кім? Этилен. С2H6 шығады. Так, реакциядан кейінгі жалпы газ көлемі 16 литр болған дейді. Яғни басында 10 болған, одан кейін 16 болып кеткен. Яғни қанша литр қосып алған? 6 литр қосып алған. Бұл не қосылды тек қана бізде? Сутек қосылды. Яғни қосылған бізде сутек. 6 литр астына жазамыз, 22-де 4 литр бөлінген моль. Біз кімді тауып аламыз? Этилен тауып аламыз. Бұның да көлемі 22-де 4 литр на моль. Так, литр на моль қысқарып кетеді. Сонда бізде мынандай пропорция шығады. X сызықша 6, 22-де 4 сызықша 22-де 4 деген. Сонда X бізде қанша болады? 6 литр. Яғни этилен бізде қанша литр деген сөз? 6 литр деген сөз. Пропан мен этиленнің қоспасы 10 литр, просто этилен 6 литр. Яғни пропанды табатын болсақ, 10 литрден 6 қосыламыз. 10 литр азайтылған 6 литр тең болады 4 литр. Көлемдік үлесін таба салатын болсақ, 4 литр, жалпы қоспа 10 литр, көбейтіреміз 100-ге, қанша шығады? 40%. Жауаппен сәйкес тұр, кеттік апай. Массасы 49 грамм метил циклогександы катализатор қатысында D гидрлеп, 75% шығынмен толуы алған. Реакция нәтижесінде түзілген сутектің көлемін есептеңіз. Метил циклогексан, ол не бізде? С6H11, CH3. Циклогексан бір сутегін алып тастағанда метил салып жіберген. Катализатор қатысында, катализатор платина, D гидрілеген. Бұл жерден бір емес, сразу 3 сутек шығып кетеді. С6H5, CH3 деген толуы молекуласы және 3 молекула сутек шығып кетеді. Так, 49 грамм, молекуласы 94, сутектің көлемі X. Сутек тапты тұр, астынан көлемдер тұр, 22-де 4 жазамыз, 3-ке көбейтсе қанша болады? 67-де 2. Сонда бізде мынандай бір пропорция шықты. 49, астында 94, сызықша аст 67-де 2. Пропорцияны шешетін болсақ, 49 көбейтіреміз 67-де 2-ге бөлеміз 94-ке. Сонда қанша болады? 33-де 6 литр. Бірақ айтады, бұл реакцияның шығымы қанша пайыз дейді? 75% дейді. Көлемін табайық. 33-де 6 литр, ол бізде 75% шығымын шыққан. Көбейтіреміз 75-ке, бөлеміз 100-ге. Қанша болады сол кезде? 25-де 2 болады. Жауаппен есеп тұр, сәйкес тұр. Ағары кеттік. Көлемі 40 мл, тығыздығы 0,8 грамм метанолды молекула аралық дегидраттағанда түзілген жай эфирдің массасын есептеңіз. Өнімнің шығымы 60% дейді. Кеттік. Көлемі В 40 мл, тығыздық 0,8 грамм бөлінген миллилитр. Бұл бізде кімдікі? Метанолдікі. Метанолдың формуласы CH3OH. Массасын тауып аламыз. Тығыздық пен көлем берілсе, екеуін көбейттіре салам. Миллилитрін қысқарып кетеді. Сонда 40 көбейттірген 0,18 бізде қанша алады? 32 грамм. Ары қарай кеттік. CH3OH. Молекула аралық дегидратталған кезде, ол молекула аралық болу үшін, понятно, қанша молекула болу керек? 2 молекула болу керек. Бұл жерде катализатор міндетті түрде H2O4 және температура 140 градустан төмен болуы керек. Сонда бізде мынандай бір эфир шығады. CH3O, CH3 қосылған H2O деген. Так, тығыздық бізде қанша грамм? 30, метал бізде 32 грамм. Астына MR жазамыз. Бұнда MR 32, 2-ке көбейтіреміз, 64 болады. Грамм на моль. Так, жай эфирдің массасы X 46. Сонда бізде бұнда да грамм моль шығады. Өлшем бірлік. Пропорция шешкенде граммоль мен граммоль естеп кетеді, қысқарып кетеді. 32 грамм, сызықша X, астында 64, сызықша 46.
пропорцияны шешетін болса 46 көбейтіреміз 32 бөлеміз 64-ке 23 шығады. Енді ары қарай массасын табу үшін, бізде реакция шығымы қанша пайыз дейді? 60% дейді. 23-ті көбейтіре салам 60-қа бөлемін 100-ге. Нәтижесінде шығады 13,8 грамм. Жауаппен сәйкес тұр. Ары қарай кеттік. 20 грамм фенол мен бензол қоспасын бром суымен өңдегенде 16,55 грамм ақ тұнба түзілген. Қоспадағы бензолдың массалық үлесін есептеңіз. Так, фенол деген ол бізде ароматты спирт С6H5OH. Астында бензол С6H6. Екеуі бізде қанша граммды құрайды дейді? 20 граммды құрайды. Бром суымен бромға бензол әрекеттестіретін болса, ол әрекеттеспейді. Неге? Өйткені бензол сақинасын бром молекуласы бұза алмайды. Өте берік. Ал мұнда фенолмен шабытты әрекеттестіреді және нәтижесінде ақ тұнба түзіледі. Трибромфенол деген С6H2 бром 3OH қосамыз 3H бром. Айтады бізде ақ тұнба деген мынау. Трибромфенол қанша грамм дейді? 16,55 грамм дейді. Астына мрін жазып қойсамыз 331. Фенолдың массасы бізде 94. Мынандай бір пропорция шықты. X сызықша 16,55, астында 94 сызықша 331. Пропорцияны шешетін болсақ, бізде 4,7 грамм шығады. Бұл бізде фенол. Бізге фенол емес, кімнің үлесі сұрап тұр? Бензолдың. Бензолдың массасын табайық. Масса бензол неге тең? Екеуінің массасы 20, ал фенол бізде 4,7 шықты. Сонда бензолды табу үшін 20-дан 4,7-ні алып тастай саламын. Қалғаны бензол ғой енді. 20 азайтырамыз 4,7 шығады 15,3 грамм. Осы бензолдың қоспадағы массалық үлесін сұрап тұр. Дауы тең. 15,3 грамм бензол бізде. Бензол табадық қой. Қанша грамм ішінде? 20 грамм ішінде көбейтірем қаншаға? 100-ге шығады, нәтижесінде 76,5%. Проблема кеттік. Есептің берілгенде кішкене қате кеткен екен. Кеттік. Фенол мен этанол қоспасына артық мөлшердегі натриймен әрекеттестіргенде 6,72 литр сутек бөлінді. Дәл осындай массадағы бастапқы қоспамен әрекеттесуге 10% 40 грамм натрий OH ерітіндісі жұмсалды. Бастапқы қоспаның массасы есептеңіз. Қараңыз, бізде фенол бар С6H5OH и этанол бар С2H5OH. Екеуі бізде қанша грамм? Білмеймін. Соны маған есту керек, табу керек. Бірінші екеуі де натриймен әрекеттеседі. Екеуі де натриймен әрекеттеседі. Натрий бізде өте белсенді металл, ал мұнда OH-та оттек пен сутектің арасындағы байланыс кішкене әлсіз, ойнап тұрады. Сол байланысты бар натрий үзеді. Нәтижесінде С6H5O натрий қосылған H2 түзіледі, натрий фенолят деген тұз. Теңестіре саламыз. Мына жерде де тура сондай натрий бар сутектің орнын баса салады. С2H5O натрий этилат деген шығады, H2 теңестіре салам, 2 шығады. Нәтижесінде 6,72 литр сутек бөлінді дейді. 6,72 литр мольмен аласыламыз, 22-ке бөліп алсақ, қанша болады? 0,3 моль болады. Осылай ыңғайлы бізге. Ары қарай, дәл осындай қоспаны дейді. Дәл осындай қоспаны жазып аламыз. С6H5OH астында С2H5OH. Толық әрекеттестіруге 10% 40 грамм натрий OH кеткен дейді. С6H5OH-қа натрий OH қосатын болсам, мұнда H пен OH мақабат, нәтижесінде не шығып кете салады? H2O қосамын. С6H5O натрий болды. Так, ал С2H5OH-қа натрий OH қосатын болсам, бұл жүрмейді. Неге? Өйткені спирттер әлсіз негізді қасиет көрсетеді, ал негізін істемейді, әрекеттеспейді. Жақсы. Так, натрий OH бізде, натрий OH-тың таза натрий OH бізде 40 граммның 10%. 40 грамм көбейтіресің, бөлесің 100. Нәтижесінде қанша шығады? 4 грамм шығады. Так, натрий OH бізде 4 грамм. Астына 40. С6H5OH тауып асылайын. С6H5OH-тың молін тауып асылайын. 1. Пропорция шығады. 1-ді 4-ке көбейтірем, 40-қа бөлем. Нәтижесінде қанша шығады? 0,1 моль шығады. Яғни бізде фенолым қанша моль екен? 0,1 моль.
еще сразу массасын тауып ала аламын осы жерден. Жаба салайық, иә. Фенолдың массасы сауыт H+OH бізде нью көбейттірген mr дейтін болсақ, нью бізде қанша шықты? 0,1, mr 94. Есептейтін болсақ, 9-4 грамм шықты. Уже мен нені тауып қойдым? Фенол тауып қойдым. Бізде 9,4 грамм. Енді маған этанол болды. Этанолды қалай табам деген сұрақ пайда болады. Қараймыз. Фенол мен этанолды не байланысып тұр? Екеуі не арқылы байланысып тұр? Сутек арқылы. Яғни сутекті тауып алу керек. 0,1, я сутек мольді тауып алсам. Так, моль бізде астына коэффициент жазамыз. 1, мына жақта тоже коэффициент алдында қанша тұр? 2. Пропорцияны шешетін болсақ, бізде қанша шығады? 0,05 шығады. Екеуінде бөлінген сутектің молі бар. Ол қанша моль бізде? 0,3 моль. Мына жерде 0,05 моль. Яғни мына сутек бір-бірінің алып тастағанға тең. 0,3-тен 0,05 алып тастаймыз. Ол бізде қанша болады? 0,25 моль болады. Астына 1 жазамыз. X, мұнда mr 92. Сонда бізде мынандай пропорция шығады. X сызықша 0,25, астында 92, сызықша 1 деген. X табатын болсақ, ол бізде 23 грамм. Все, ары қарай қоспаның массасын таба саламыз. Фенол бізде қанша шықты? 9,4, этанол бізде шықты 23. 9,4 қосамыз 23 тең болады 32,4 грамм. Все, шықты. Ары қарай 31. 23 грамм құмырсқа қышқылын артық мөлшердегі күміс оксидінің аммиактағы ерітісімен тотықтырғанда түзілетін газдың көлемін есептеңіз. Құмырсқа қышқылы формула HCOOH. Қосамын. Күміс оксидінің аммиактағы ерітісі Толленс реактиві деп айтады. Қысқартып аргентум 2O деп жаза салсақ болады. Нәтижесінде H2O қосылған CO2 қосылған 2 аргентум шығады. Құмырсқа қышқылы бізде қанша грамм? 23 грамм. Астына mr жазамыз 46. Түзілетін газдың көлемі. Газ бізде кім? CO2. Табамыз. Астына не жазасамыз? 22-де 4 жазасамыз. X-ті табатын болсақ. Пропорция шеше саламыз. Сол кезде жауап бізде 11-де 2 болады. Жауаптың сәйкес тұр. Ана жақта сәйкес қояды. Все. Ары қарай кеттік. Ацетилен мен этилен қоспасын 3,2% бром суымен толық әрекеттестіргенде, онда 38 грамм тетрабром этан және 3,76 грамм дибром этан түзілді. Реакцияға жұмсалған бром суы ерітіндісінің массасын есептеңіз дейді. Кеттік. Ацетилен формуласы бізде C2H2 және этилен формуласы C2H4. 3,2% бром суымен. Бром суының формуласы бізде бром 2. Бром 2. Екеуі де қанықпаған, абдуши әрекеттесе де C2H2 бізде толық бромдалады. Доказа қаныққанша, 6 байланыс орнатқанша. C2H2 бром 4. Бұл тетрабром этан деп аталады. Так, бұл қанша грамм бізде? Онда 38 грамм дейді. Ал мында 2 орын бос, 2 бром келеді. C2H4 бром 2. Бұл бізде 3,76 грамм. 3,76 грамм. Дибром этан түзілген. Жұмсалған бром суы ерітіндісінің массасы. Проблема жоқ, 2 бромның массасын табамыз, сонымен болды. Так, мұнда mr 320, мұнда бром 4. 240, 320-ға қосамыз 26-ны. 346. Так, мұнда асты 160, мықты 160 қосылған 28. Қанша болды? 188. Пропорция кеттік. Мұнда калькуляторда жүгін есеп болмайын деп тұр. Кеттік. Так, біріншісі 320 көбейттіреміз, онда 38 бөлеміз 346. 9,6. Жазып қойық. Так, мұнда бізде 9,6 грамм бром жұмсалған екен. Так. Енді келесі теңдеу. Так. 160 көбейттіреміз 3,76 бөлеміз 188-ге шығады 3,2. Мұнда бізде 3,2 грамм керек болды. Сонда жалпы бром суының массасы қанша болды?
Так, 9,6 грамм. Ацетиленге кеткен және 3,2 грамм бромға кеткен. Сонда нәтижесінде бізде шығады 12,8 грамм бром су жұмсалған екен. Енді таза бром жұмсалған, 12,8 грамм. Ол бізде алынған ерітіндісіне қанша процент дейді? 3,2% дейді. Ал бүкіл бром суы бізде ерітінді ғой, енді ол 100% болады. X есептей салатын болсақ, тағы неге жүгіну керек болып тұр калькуляторға. 12,8 көбейттіреміз 100 бөлеміз 3,2. Жауабы 400 шығады. Жауабы бізде 400. Жауапта бір нөл бар кеткен сияқты. Все. Кеттік.